Қостанайдың бас имамы Тәжімбет Бақытбек 15 тәулікке қамалды және 7 жылға көлік құралын басқару құқығынан айырылды. Ол Бурабайдағы түнгі клубтардың бірінен жанында масаң күйде көлігін айдап бара жатқанда ұсталды. Оқиға 23 шілдеде болған. Тәжімбет Бурабай кенті Кеңсары көшесі регион 03 клубтың қасында Toyota Highlander автокөлігін алкогольдік масаң күйінде басқарған. Бірақ ол сот отырысында өз кінәсін мойындамай, алкогольдік ішімдіктерді ішпегенін, тек қана қымыз ішкенін көрсеткен. Бірақ сот отырысында зерттеген бейне жазба бойынша мас болу фактісін анықтау үшін медициналық куәландыру жасаған кезде дәрігер қойған сұраққа Тәжімбет сыра іштім деп жауап берген. Бір айта кетерлігі, КМДБ, яғни мүфтият өзінің ресми сайтында осы бас имам туралы ақпаратты жедел өшіріп тастаған. Атап айтқандай, мүфтияттың бұл аяқ астынан жанталасқан арсыз тірлігі ертең бұндай имам КМДБ жүйесінде қызмет етпейді, немесе имамдық жұмыстан әлде қашан босатылған деп айту үшін ғана жасалған екіжүзді пасық іс-әрекет деп білемін. Өз басым осы сорақылықтардың бәрінен діннің атын жамылып өтірік моралист сияқты болып көрінетін клерикал имамдардың төрағасы бас мүфти Наурызбай Өтпенов тікелей жауапты деп есептеймін, деді Ұлыс медиа редакциясына хабарласқан тұрғын. Тәжімбет Бақытбек 1983 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында дүниеге келген. Жаңақорған ауданында нөмірі 125 Сапарбеков атындағы Қазақ орта мектебінде, Түркістан қаласындағы Хасан Боралтай атындағы медресесінде, Шымкент қаласында Қамар атындағы медресесінде, Алматы қаласындағы Таугүл медресесінде тәлім алған. 2005-2006 жылдары Стамбул қаласындағы Стамбул муфтиятында білім алған. 2015 жылдың қараша айының 12-сінен бастап Қостанай облысы бойынша өкіл имам және Қостанай облыстық Марал Ишан мешітінің бас имамы болып тағайындалды.